сағынышты жүрегімнің азындай, қырдың әсем қалқып ұшқан қазындай, сырлы әсем сыр дарияның сазындай, аңыраған аққулардың мұңындай, анасынан айырылған құлындай, Алатаудың әппақ ойлы шыңындай, қазағымның күйлері ай.
Ақмешіт фольклорлық ансамблі және Томирис би ансамблі сіздердің қошеметтеріңіз. Армысыздар құрметті өнер сүйер қауым. Сыр фольклорының отын маздатып, ұлықтап келе жатқан Ақмешіт фольклорлық ансамблінің бүгінгі сазды кеші ансамбль әртісі Ағыныр Аманбаеваның шығармашылығына арналып отыр. Күймен тербеліп, әнмен әспеттелген қазақ даласын қасиетті үнін бойына сіңіріп, ұлттық өнерді жүрегінің төріне қондырған Ағыныр Аманбаеваның мәңгілік әуен атты шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Өнер жолын Байқоңыр қаласындағы нөмірі 1-ші музыкалық балалар мектебіне бастаған Ағыныр 2014 жылы Қазанғап атындағы музыка колледжіне қабылданып, 2019 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде жалғастырды. 2018 жылдан бастап ансамбль құрамында жұмыс жасайды. Көптеген республикалық конкурстардан жүлделі орындарға ие болып, сыр өнердің мәртебесін асқақтатып келеді. Бағдат Сұлтанұлы, Мұрат Құттымұратов, Асанәлі Бұрханұлы, Алдияр Шағыдат сынды ұстаздардан тәлім алған Ағыныр қазақтың домбыра, жетіген, саз сырнай, өлдек сынды көне аспаптарын жетік меңгерген мультиаспапшы қыздардың бірегей десек артық айтпаймыз. Бүгінгі концертімізде соның куәсі болатындарыңыз сөзсіз. Олай болса шығармашылық кеш иесіне сәттілік тілей отырып, сазды кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Ықыластың күйі еріден, қазақтың көне аспабы уілдекте Ағыныр Аманбаева, клавиште кеш қонағы жас композитор Данил Шин. Қабыл алыңыздар.
Сейдулла Бәйтереков, кішкентай. Ақмешіт фольклор ансамблі Ақнұр Аманбаева. Қошеметтеріңіз. Халық шығармашылығында кең көлемде қолданыста болған дәстүрлі музыкалық аспаптар тарихтың қойнауына көміліп, көшкен елдің жұртында қалғандай, күй кешкен заманды да бастан өткерген қазақ жұрты бүгінде баба мұрасын қолға алып, оның киелі сахнасында салтанат құруына кең көлемде жұмыла жұмыс атқарып келеді. Бүгінгі сазды кешімізде сондай рухани ілгерілеудің бір көрінісі десек қателеспейміз. Марат Бердіғұлов құлагер орындайтын ансамбль. Қабыл алыңыздар.
Ерекше қошемет құрметтеріңізді көрсетіп қойыңыздар, құрметті көрермендер. Қазақтың музыкалық аспаптарының молдығы халқымыздың дәстүрінде музыканың алар орны кең болғанын, орны орындайтын аспаптардың да сан алуан түрлері болғанын көрсетеді. Олардың бүгінге дейін дәуірлер дүбірінен өтіп, және сипатын бұзбай сақталуында аға ұрпақ өкілдерінің қаншама қажырлы еңбегі, төккен тері, ұлты мен халқының болашақ үшін жасап жатқан өлшеусіз махаббат жатыр. Сондықтан да ұлттық өнеріміз бен ұлттық музыкалық мұрамызды, материалдық құндылықтарымызды сақтап қалу, дәріптеу, насихаттау, ұлықтау әрбір қазақтың болашақ алдындағы міндеті деп білеміз. Кешімізді қазақ музыкасының алыбы Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығындағы шоқтығы биік туындысымен жалғастырамыз. Нұрғиса Тілендиев, Аққу, орындайтын Ағынұр Аманбаева, Тоқтар Ағраев, Алмаз Әлжанов. Қарсы алыңыздар. Тоқтар Ағраев,
Алмас Әлжанов, Ағнұр Аманбаева, қошеметтеріңіз. Келесі кезекте сахна төріне кешіміздің қонағы, Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжін Науан Жарасовтың сыныбында тәмамдап, бүгінде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі атанған республикалық халықаралық конкурстардың лауреаты, домбырашы әрі жетігенші Темір Жансаяны шақырамыз. Мүкей Қосбасқан, қабыл алыңыздар. Виктор Маляров. Фантазия в лунном сиянии. Концертмейстер Раушан Тулемысова.
Жансая Темір. Концертмейстер Раушан Төлемісова. Қошеметтеріңіз. Ермұрат Үсеніп. Көңілді арбакеш. Орындайтын Ағнұр Аманбаева. Бәкір Тәжібаев, Ақбұлақ.
Қазақ әндерінен попури ансамбльге өңдеген Әсет Дәненов. Ақнұр Аманбаева, қошеметтеріңіз. Ұлтымыздың музыка өнері дыбыстық, мазмұндық, көркемдік тұрғыда молайып ескі аспаптар жаңаша үнін тауып, тәуелсіз қазақ халқының жан дүниесінің терең иірімдерін музыканың нәзік табиғаты мен дүние жүзіне өзіндік үн, бояу, қайталанбас келбетімен танытып, таңдандырып келеді. Сондай үйлесім тапқан керемет шығармалардың бірі Нұралы Таңатардың Анама туындысы. Бірге тыңдайық. Сахнада Тоқтар Ағраев, Жансая Темір, Ақнұр Аманбаева, клавиште Даниил Шин. Қабыл алыңыздар.
Қошеметтеріңіз. Бексұлтан Байгенжеев, Ақбаян, орындайтын Жаннұр Аманбай. Халық әні Керімау Айдай.
Жаннұр Аманбай қошеметтеріңіз. Шығыс Махан, Алтай Асу. Кеш қонағы Соло Заманбек Нысанбай. Халық әні әлі-әлім орындайтын ансамбль. Ансамбльге өңдеген Бауыржан Ақтаев.
Қошеметтеріңіз. Ержан Тоқсабар, Осман Батыр. Ақнұр Аманбаева, Ақмешет фольклорлық ансамблі, көркемдік жетекшісі Айдар Мақсұтұлы, қошеметтеріңіз. Және кеш қонақтары Даниил Шейн, Жансая Темір, Жандар Аманбаева, Заманбек Нысанбай, Раушан Төлемісова, ерекше қошемет құрметтеріңіз. Өнерге құрмет көрсетіп, бүгін кешке арнайы келгендеріңізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Әлемде әуенмен әлдилеген өнерпаздарымызға шығармашылық шабыт тілейміз. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.